Ассалаумағалейкум. Бір клавишті автоматқа қатты VVG кабельменен және де осындай жұмсақ кабельді екеуін орнатуын көрсететін боламыз. Ең бірінші осындай автомат орнатамыз. Автомат орнатқанда үстінен киіліп, астына қысқышты осылай щитқа орнаттық делік. Ал енді көп жағдайда осылай жалғап жатамыз. Екеуін бірдей істеймізді. Осылай қыса саламыз. Ондай жағдайда мұндай жұмсақ кабель тез шығып кетеді. Мынау провод тұрса да, мынау шығып кетеді. Олай болатын болса, біз қазір көрсететін екі тәсіл болады. Бұл екі тәсілде біріншісі осындай қысқышты пайдаланамыз. Екіншісі бұнысыз жай ғана плоскогубцы арқылы жасаймыз. Ең бірінші дәл осындай керек бізге осындай наконечниктарды тауып аламыз өзімізге керекті. Наконечник тауып алғаннан кейін осындай қысқышпен қысамыз. Бұл қысқыштың бір өзгешелігі осындай қыстық па, бұл до конца ашылмайды. Не үшін? Өйткені біз бұны әбден қысуымыз керек. Сол кезде бірақ ашылатын болады. Осындай бір функциясы бар. Жаңағыдай енді қатты проводты наконечник екеуіне кіргіземіз. Екеуін кіргіздік. Енді дәл осы қысқышпен қысамыз. Бізде қысылды. Енді автоматқа жалғаймыз. Мінекейіңіздер, мынау жұмсақ кабельді, мынау қатты кабельді шыққан жоқ. Енді екінші тәсіл, осындай қысқыштарыңыз болмаған жағдайда тағы бір тәсілі бар, соны көрсетеміз. Екінші тәсіл, бұл қатты проводты біз кішкене ұзынырақ кесеміз. Осы жұмсақ кабельді бұған осылайша ораймыз. Қатты ораудың қажеті жоқ, жай ғана орайдық. Енді орағаннан кейін мына жақ басын қисайтамыз. Басын қисайтқаннан кейін бұны осы жерден қысамыз. Одан кейін мұны дәл осыны бұраймыз. Дәл осылай тәсілін жасаймыз. Шығу да мүмкін емес мұндай кабель. Мінекейіңіздер, жұмсақ кабель шыққан жоқ. Енді оны осылай автоматқа кигізе саламыз. Автоматқа кигілді. екеуі де шыққан жоқ. Міне осындай екі тәсілін көрсеттік.
видео ұнаса тіркеліп, лайк басып, қолдау жасап кетіңіздер. Одан кейін де жақсы пайдалы кеңестер болып жатады. Қазақша контентті көтеріңіздер. Рахмет.